Арман мақсатыңызға жету үшін не нәрсе жасау керек екенін білесіз бе? Арманды дұрыс визуализациялау деген не? Соны түсіндіріп өтейін. Барлығымызға таныс сөз негізі. Алайда біреулердің орындалып жатса, басқалардікі орындалмай жатады. Не екенін түсінбейтін жандар Секрет фильмін көруге кеңес беремін. Бірақ ол жерде айтылмай қалған құпия да бар. Сонымен бөлісе кетейін. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл адамның 5 сезім мүшесі арқылы жасалатын визуализация. Көп адамдар бір нәрсеге қарап жасайды визуализацияны, күнде кешке сол нәрсені ойлайды, бірақ орындалмайды арманы. Неге? Себебі адамның 5 сезім мүшесі соны қабылдауы керек екен. Қабылдау деген нәрсе принятие, соны есту керек, көру керек, сезіну керек, иіскеу керек, дәмін білу керек екен. Адамдар әртүрлі болады. Визуалдар, кинестетиктер. Қазір көбіміз осы визуалдар қатарына жатамыз. Видео суреттерді көре салғанды жақсы көреміз, оқып шығып отырғанша. Адам визуализация жасағанда ең бірінші құлағы есту керек екен. Мысалы, бөпелі болуды армандап визуализация жасағаныңызда, сіздің құлағыңыз бөпенің дауысын есту керек екен. Әр ана болған жан жақсы түсінеді. Ал ана болмаған жандардың құлақтары көбінде визуализация барысында есіне түсіре алмай, ести алмайды. Осындай жағдайда жаңа босанған танысыңыздың бөпесін 40 күн барып шомылдырсаңыз болады. Және өзіңіздің ішіңіздегі артық керек емес комплекстардан арылуыңыз керек. Ешқандай көре алмаушылық болмауы керек бойыңызда. Армандар орындалу үшін сіздің 5 сезім мүшеңіз бірге жұмыс істеу керек. Екінші ретте көзбен көру тұрады екен. Құдай бізге қол жеткіміз келген нәрсені негізі алдын ала көрсетеді. Біз тек оны байқамай жатамыз. Сондықтан арманыңыздағы нәрсені анық көзбен көруіңіз қажет. Мысалы, баспана болса, сіз қалағандай баспана кімде бар? Сол кісілердің үйіне барып, көріп, армандап қайтыңыз. Үшінші сезім мүшесі – иіскеу. Мысалы, бөпе армандасаңыз, бөпенің иісін иіскеуіңіз қажет. Жаңа үйді армандайсыз ба? Кіріп, сол үйдің иісін иіскеңіз. Күйеуге шыққым келеді деп жүрген қыздар, ер азаматпен бір шаңырақ астында тұру, ол адаммен қалай сөйлесу, оның жанында болатын иісін сезіну сияқты нәрселер маңызды. Сезіну деген бар жан тәніңізбен қалаған нәрсеңізді жүрегіңізге жақын ұстап тұрып сезіну. Келесісі дәм сезіну. Орыс тілінде почувствовать вкус деп жатады. Дәл осы жағдайға сәйкес келеді. Осылай 5 сезім мүшелері арқылы арманды дұрыс визуализациялау керек екен. Құрметті оқырманым, дұрыс визуализация жасап, үйреніп, арманымыздың тез орындалуына тілектеспін. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.